Мен есімім Есекенов Қуат Болатұлы, 1984 жылғымын. 2001 жылы Атырау облыстық ұлттық гимназиясының мектебін аяқтап, 2001 жылы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина академиясына оқуға түсіп, оқуын тамамдап, 2011 жылы оқуын тамамдадым. Урология мамандығы бойынша және емдеу ісі бойынша 2011 жылдан 2013 жылға дейін қалалық 3-ші емханада уролог мамандығы бойынша қызмет атқарып, 2013 жылы наурыз айынан бастап облыстық ауруханаға жұмысқа кірдім. Уролог мамандығы бойынша 2018 жылдан бастап урология бөлімшесінде бөлім меңгеруші қызмет атқарамын. Жұмыс өтілім 13 жыл. Атырау облыстық ауруханасында уронефрология бөлімшесінде 20 көкілік бөлімше, ішінде урология, нефрология және токсикология бөлімшелерінің қосындысы 4 дәрігер қызмет атқарады, 4 уролог дәрігер, 2 нефролог және 1 токсиколог дәрігер. Қазір Атырау облысы бойынша несептас ауруы және мочекамен болезнь дейді орысша, және қолқасты безінің аденомасы ер адамдарда. Сосын қосымша қабыну аурулары, осындай аурулар көп кездеседі. Бөлімшеде 2024 жылы денсаулық сақтау басқармасының көмегімен жаңадан аппарат алынды. Бұл аппараттың аты литотриптер деп аталады. Яғни толқын арқылы тастарды, бүйрек тастарын және зәр шығару жүйесінің тастарын ұғату. Бұл аппараттың көмегімен науқастарға амбулаторлы және ешқандай наркозсыз зәр шығару жүйесінің тастарын ұғату. Ауруханамызда қазіргі заманға сай барлық дерлік операциялар, оталар жасалады. Соның ішінде айта кетерлік бүйректі тису арқылы, яғни перкутанный нефролитрипсия дейтін операция бар. Ол бүйректі кеспей, тису арқылы бүйрек ішін тастарын, бүйрек және несебағардың ішіне тастарын алу операциясы. Былтырғы жылдан бері 40 шақты науқасқа сәтті ота жасалды. Операцияның нәтижесі өте жақсы. Атырау халқына айтарым, осы урология аурулардың алдын алуға және алдын алу мақсатында уролог дәрігерге жиі қаралу, жылына 2 рет ультрадыбыстық зерттеуден өту, керекті негізгі анализдерін тапсыру.